Камаладин бүгінде небары 16 жаста. Ол дәнекерлеу ісіне бала күнінен қызыққан. Қазіргі таңда Ақтөбе құрылыс техникалық колледжінде дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша білімін шыңдауда. Қолы бос кезде қаладағы ірі өндіріс орындарына барып, сүйікті мамандығы бойынша тәжірибеден өтіп жүр. Жалпы мұнда күніне тәжірибеден 10-ға жуық колледж білім алушысы өтеді. Бірі дәнекерлеу ісін үйренсе, енді бірі зертханадан бетонды қалай жасау және оның қиындысын сақтауды үйренеді. Нағыз бетонда өзімнің көптеген практикада, теорияда оқыған нәрсені практикада жақсы көрсетіп жатырмын. Бірнеше уақыт болды осында жұмыс жасап, практикада өтіп жүргенімізге. Жалпы өзімізге ыңғайлы, қолайлы жер. Теорияда оқыған нәрсені бәрін жасап көріп жатырмын. Неше түрлі трубалар бар етіп, прихваттап, қол автоматпен және ручной руговой сваркамен де жақсы жұмыс істедік. Жалпы мұнда күніне тәжірибеден 10-ға жуық колледж білім алушысы өтеді. Бірі дәнекерлеу ісін үйренсе, енді бірі лабораториядан бетонды қалай жасау және оның қиындысын сақтауды үйренеді. Практика кезінде мен бетон кубиктарын қалай құйылатынын және оның жаңағы составтары қалай болатынын, қалай жаңағы прочностьін есептеу барлығын үйрендім Катя апаймен бірге. Ең әуелі дорожка құйылады, сол уақытта құйылатын бетоннан кішкене бөлігін шелекке құйып алып, кубиктарға құяды. Оны қатырып қояды да, осы аяққа келіп, 28 күн осы жерде тұру керек, қалған товарнайды суға салып қояды. Басты мақсат 2025 жылы жұмысшы мамандықтарының маңыздылығын арттыру. Жастарды еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша жұмысқа тарту, білікті кадр даярлау. Сондықтан өндіріс орнының мамандары тәжірибеден өтуге келген жастарға қажетті техникаларды қауіпсіз пайдалану жолын үйретеді. Жұмыстық мамандық жылына байланысты қазір таңда біздер жаңағы осы колледжде айтып отырмыз ғой, договормен отырып, меморандумда отырып, жаңа жұмысшыларды алып отырмыз. Айына 15-30 студенттер келіп, біздерден жаңағы тәжірибе алады. Жан-жаққа қоямыз, ол жақта келген факультеттеріне байланысты қандай балалар факультет оқып отыр, механик болса автоцехқа жібереміз, сварщиктер болса сварочный цехқа жібереміз. Бетонщиктер бар, бетонщиктер бетонный цехқа, формовщиктерге соларға жібереміз. Бүгінде өндіріс орнында 100-ге жуық маман қызмет етеді. Зауыттан күніне аймақтың құрылыс саласына қажетті 400 тоннадан астам құрылыс материал шығады. Нұрболат Қуантайұлы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.